Ұлттық жобаларға көшудің негізгі мақсаты рухани жаңғыру бағдарламасы, өздеріңіз білесіздер, елбасының негізгі 2 мақаласы аясында жол картасы шеңберінде жүзеге асып жатқан болатын. Енді ұлттық жоба дегеніміз ол мемлекеттік жоспарлау жүйесіндегі негізгі стратегиялық құжаттардың біріне жатады. Яғни ең бастысы 2050 жылға дейін еліміздің даму стратегиясы бар. Одан кейін жалпы ұлттық басымдықтар бар, мемлекет басшысымен бекітілген. Одан кейін 2025 жылға дейін ұлттық даму жоспарымыз бар. Одан кейін келесі ұлттық жобалар деңгейі болады. Және де рухани жаңғыру бағдарламасының негізгі мәселелері осы стратегиялық құжат шеңберінде қамтылған, және де бұл стратегиялық маңызды құжат мәртебесіне ие болды. Ұлттық жобалардың негізгі айырмашылығы, егер мемлекеттік бағдарламаларда да бұрын нақты сандық көрсеткіштер, мақсаттары, міндеттері айқындалған болатын. Бірақ енді ұлттық жобалардың бұл жерде негізгі айырмашылығы ол ағымдағы нәтижелерден ең соңғы нәтижелерге басты назарды аудару. Яғни егер қандай да бір бұрын көрсетілсе, мынанша әлеуметтік нысан бой көтереді, мынанша құрылыс жүргізеді, мынанша объектілер ашылады десе, ол нақты көрсеткіш түсінікті. Мысалы 100 нысан салынады, мынанша нысан жөндеу жүргізіледі десе, ол нақты түсінікті. Бірақ бұл жерде ол әлеуметтік нысан салынғанымен ішінде қаншалықты деңгейде ол жабдықталады, қанша онда ішінде сапалы қызмет көрсетіледі, қаншалықты ішінде білікті маман жұмыс істейді, халық оның қызметіне риза болады ма жоқ па, ол мемлекеттік бағдарламаның ішінде түсініксіз болатын халыққа жалпы. Енді ұлттық жобада басты фокус ол халық үніне құлақ асатын мемлекет концепциясына да сәйкес халық қаншалықты оған риза болады. Мысалы, ұлттық рухани жобасы аясында халық мәдениет саласындағы көрсетілетін қызметтерге қаншалықты қанағат болады. Бұл жобада 75% халық осыған риза болады, қанағат болады деген көрсеткіш бекітілген болатын. Одан кейін, мысалы, жастарға қатысты жастардың 80% мемлекет тарапынан беріліп жатқан жеңілдіктер, көмектермен қамтылады деп нақты көрсетілген. Яғни бұл жерде барлығына назар аударылады, әркім жаңағыдай назар аударусыз қалмайды деген халыққа түсінікті көрсеткіштер бұл жерде пайда болды. Бұл жерде 3 бағыт бойынша айтуға болады. Ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жобасы негізгі 3 бағыттан құралған. Бірінші ол рухани жаңғыру бағдарламасының құндылықтарын ілгерілету және мемлекеттік тілді дамыту. Екінші бағыты ол ел рухы, және үшінші бағыты ол тәуелсіздік ұрпақтар деп аталады. Енді бірінші бағыт аясында ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасының негізгі қағидалары бар. Елбасы көрсеткен ол бәсекелік қабілет, сананың ашықтығы, прагматизм, ұлттық кодты сақтау, эволюциялық даму деген сияқты бағыттар бойынша бірқатар жобалар жүзеге асырылады. Бұл жерде яғни еліміз ең басты біздің еліміздің мақсаты ол дамыған 30 елдің қатарына кіру ғой. Сондықтан осы үлкен ұлы мақсатқа біз не істеу керекпіз, қандай шаралар жүзеге асыру керекпіз, санамызды қалай жаңғырту керекпіз. Одан кейін ең бастысы осы прогрессивті даму үстінде өзіміздің кім екенімізді, ұлттық кодымызды сақтау керек екенімізді біз түсіну керекпіз. Осыған бірнеше жобалар көзделген. Ұлттық тәрбие, кемел болашақ, басқа да көптеген жобалар жүзеге асатын болады алдағы 5 жылда. Екінші, мемлекеттік тілді дамыту бағыты бойынша көптеген шаралар көзделген. Ол біріншіден жаңағыдай оқу бағдарламаларын жаңарту. Енді ол уақыт ағынына қарай өзгерту қажеттілігі туындап отырады. Сондықтан оқу бағдарламалар жаңартылады. Екіншіден, қазақ бөлімінде оқып жатқан қазақ жастары бүгінгі күнде мысалы бірнеше мамандық бойынша, мысалы техникалық, инженерлік мамандықтарды алатын болсақ, өзге тілде білім алып жатыр. Орыс тілінде, басқа да тілдерде, яғни ана тілінде білім алуға, кітап оқуға мүмкіндіктері жоқ. Ол мәселеге де көңіл аударылып, осы жобада қазақ тілінде колледждерде оқып жатқан қазақ жастарына кітаптардың санын арттыру, және де университетте оқып жатқан жастарды
осы 5 жылдың ішінде жаңа қазақ тілінде жазылған кітаптарды қолдана алатын болады. Оған қоса енді заманауи трендтер болып саналатын ол IT өнімдер әзірлеу, яғни қазақ тілін, мемлекеттік тілді оқимын дейтін, білем дейтін егер азаматтар болатын болса, қазір енді ағылшын тілін, басқа тілдерді де, шет тілдерін өзіміз смартфонға әртүрлі бағдарламаларды жүктеп алып оқып жатамыз. 3-4 айда жап-жақсы деңгейде меңгеріп, өзіміз қолданып жүреміз. Сол сияқты мемлекеттік тілді де оқимын дейтін азаматтарға осындай неше түрлі IT бағдарламалар әзірленіп, қолданысқа берілетін болады. Оған қоса балаларды қазір тәрбиелеуде әлеуметтік желілердің, жалпы YouTube-тың, киноның үлесі өте зор. Соны есепке ала отырып, балаларға танымал мульт каналдарының өнімдері қазақ тіліне аударылып, қазақ тілінде теледидардан көрсетілетін болады. Оған қоса YouTube, TikTok сияқты әлеуметтік желілерде қазақи контенттің саны ұлғайтылады. Және де бұл жерде жай ғана ойын-сауық контент емес, балаларды тәрбиелейтін танымдық мәні бар өнімдер ұсынылатын болады мемлекеттік тілді дамыту аясында. Енді ел рухы деген екінші бағытта жалпы осы жаңа тағы да білім алып жатқан мектеп оқушыларының мәдени нормативпен 100% қамту көзделген. Яғни мектепте білім алып жатқан оқушылар музейлерге, кітапханаларға, театрларға баруға қол жеткізетін болады. Ол да тәрбиенің бір өте жақсы құралы болып табылады, балаларды жаңағыдай мәдени тұрғыдан байыту. Одан кейін 250 жаңа мәдени нысан бой көтереді. Елімізде 1200-ден астам мәдени нысан жөндеуден өткізіліп, жаңаша түрде қызмет етіп, халқымыздың тіпті шалғай жерлерде де, шалғай елді мекендерде де қызмет көрсете бастайды. Ол да біздің еліміздің мәдени тұрғыдан дамытуына, байытуына жақсы бір үлес болады деп есептеймін осы ұлттық жоба шеңберінде. Одан кейін енді кинопрокатта қазір халықты, жастарды әртүрлі құндылықтар көрсетіп жатқан кино индустрияның зоры өте зор. Егер қазіргі таңда отандық өнімдер аз болатын болса, көбінесе шетелдік киноларды біз көріп жатармыз, кинотеатрларда. Ал осы ұлттық жоба шеңберінде 5 жылдың ішінде біз кинопрокаттағы әрбір 4-ші кино отандық кино болады деп көзделуде. Ол өте үлкен ауқымды жұмыс жүргізіледі. Әрбір 4-ші кино біздің отандық дүние болатын болады. Және де анимациялық қазір ең танымал, осындай жақсы өтімді болып табылатын құралдардың бірі ол анимациялық киноны жасау. Қазіргі таңда бірнеше дана ғана жасалынатын болса, елімізде осы жоба аясында 40 анимациялық фильм әзірленетін болады. Ол да үлкен ауқымды жұмыс, тек қана ол дайын өнімді ұсыну емес, ол өзіміздің отандық анимациялық студиялар дамиды, мамандары даярланатын болады, олар өзді деңгейін көтереді, және де әлемде бәсекеге қабілетті өнімдер туындап, біз жаңағыда шетелдің өнімдеріне тәуелді болмаймыз деп ойлаймын. Үшіншісі, тәуелсіздік ұрпақтары бағытында ұлттық жобада да көптеген жұмыстар көзделген. Оның ішінде жастарды жұмыспен қамту, жасыл ел бағдарламасы бойынша жыл сайын 30 мың жас өкілді жұмыспен қамтылатын болады. Оның ішінде ауылдық елді мекендерде де осы бағытта жұмыспен қамтылады. Одан кейін жастарды тұрғын үймен, қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесіне көп көңіл бөлінген. Мысалы, 800 мыңға жас өкілді тұрғын үй жинақ жүйесімен қамту көзделеді. Яғни бұл жерде жастарымыз тек қана жаңағыдай патерналистік көзқараста емес, яғни бізге дайын нәрсе берсе екен деп отыру емес, өздері де тұтыну мәдениетінен жинақтау мәдениетіне көшу қағидасы көзделген. Яғни жастарды бізде прагматты, үнемді болу керек, жинақтау мәселесіне біраз болсын, көп болмасын, біраз болсын да жаңағыдай жинақтау мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Оған да көңіл бөлінеді. Және де бүгінгі таңда
мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларының барлық көлемінде беріліп жатқан несиелердің әрбір 20-шы жастарға беріліп жататын болса, осы жобада 25% қамтылып, яғни әрбір 4-ші несие жастарға, жас отбасыларға беруге болады. Ол да нақты, түсінікті және жастарымызға пайдалы бір көрсеткіш межелердің бірі осы жобада қамтылған. Одан кейін жастарды мемлекет тарапынан беріліп жатқан көптеген преференциялар, жеңілдіктерді мен жастарға түсіндіру мәселесі ел жастары навигаторы жасалынатын болады. Сол навигатор, ақпараттық навигатор деп атаймыз. Сонда жастар сол порталға кіріп, қандай жеңілдіктер, қандай преференциялар, қандай көмек мемлекеттік тарапынан беріліп жатады, соны сол жерден кіріп, өздері ақпарат ретінде пайдаларына, жаратуларына болады. Және де бізде осы тағы да әлемдік трендтердің бірі, жалпы және де біздің халқымызға тарихи тұрғыдан тән дүниелердің бірі, ол еріктілік. Осы еріктілік мәдениетімен 2 миллион жасты біз қамтып, қоғамымызда жаңағыдай жауапты, болашағына енжар қарамайтын, отанын сүйетін жастарды тәрбиелеуге осындай бізде құралдар, жобалар көзделген.